Мен Ахметов Мұрасыл, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 5-ші сынып оқушысымын. Ұлы ақын Абай атамыздың 175 жылдығына орай сіздерге «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» атты өлеңін арнаймын. Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай, қыстың басы бірі ерте, біреу жай. Ерте барсам жерімді жеп қоям деп, ықтырмамен күзеуде отырар бай. Кедейдің өзі жүрер малды бағып, отыруға отын жоқ үзбей жағып. Тоңған үйін жылытып, тонын илеп, шекпен тігер қатыны бүрсең қағып. Жас балаға от та жоқ тұрған маздап, талтай қақтан алмай өле жаздап. Кемпір шалы бар болса қандай қиын, бір жағынан қысқанда от азынап. Қар жауса да тоңбайды бай баласы, үй жылы киіз тұтқан айналасы. Бай ұлына жалшы ұлы жалынышты, ағып жүріп ойнатар көздің жасы. Бай үйіне кіре алмас тұра ұмтылып, бала шықса асынан үзіп жұлып. Ық жағынан сол үйдің ұзап кетпес, үйген жүктің күн жағын орын қылып. Назарларыңызға рахмет.